Фразеологизмдердің түрлері. Қазақ тіліндегі фразеологизмдер біртұтас мағынасымен құрастырушы сыңарлар мағыналарының арақатынасы тұрғысынан төрт топқа бөлінеді. Бірінші, фразеологиялық тұтастық. Құрамындағы сөздер бір-бірінен ажырамастай болып жымдасқан, жеке сөз ретіндегі мағынасын жоғалтқан тұрақты тіркестер, мысалы сағысыну, бауыр басу. Фразеологиялық бірлік. Фразеологиялық бірліктердің негізінде еркін сөз тіркестері жатыр. Еркін сөз тіркестердің ауыспалы мағынада айтылуынан туған бейнелі мағыналардан фразеологиялық бірліктер жасалған. Олардың қалыптасуындағы осы ерекшелігі фразеологиялық тұтастықтардан негізгі айырмасы болып табылады. Мысалы, көзін жойды мағынасын білдіретін тамырына балта шапты фразеологизмнің негізінде ағаштың тамырына балта шапты деген еркін тіркес мағынасының бейнелі туынды мағынаға ауысуы себеп болған. Фразеологиялық тіркес сыңарлары лексикалық мағыналарын толық жоймай тіркес қалпында мағына тұтастығын сақтаған тұрақты тіркестер. Мысалы, көмек көрсету, қол шапалақтау, көзі жетті. Фразеологиялық сөйлемші. Фразеологиялық орамдардың бір түрі тұрақты фразалар құрамы мағынасы жағынан өзгерген сөйлемдер. Бұған мақал, мәтел, қанатты сөздер, атауыштық қызмет атқаратын тіркестер жатады. Мысалы, сырдың суы сирағынан келмейді, аузы күйген үрлеп ішер. Яғни осының барлығы бізде фразеологизмдердің түрлері болып табылады. Құрметті тіл білімі YouTube арнасының көрермендері, біздің YouTube арнаға жазылуды ұмытпаңыздар.